Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен бүгін осындай май қамыр деген тамақ жасайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, және өте тойымды ас болып есептеледі. Және жасалу жолы да оңай, сондықтан бірге жасап көріңіздер. Егер де сіздерге менің каналымда барлық видеоларым ұнап жатса, подписка жазып, лайк басып, қолдап кетсеңіздер екен деймін. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Бізде оңтүстік жақта нан салма деп те айтып жатады, май қамыр деп айтып жатады. Ендеше дайындайтын боламыз. Ең алдымен өздеріңізге керекті еттеріңізді алып турап алыңыздар. Кез келген ет жарайды, қойдың еті, сиырдың еті, өздеріңізде бар еттермен жасай бересіздер. Осылай барлығын төрт бұрышты етіп, ірілеу етіп турап аламыз барлығын. Ары қарай бізге сәбіз, картошка, пияз, помидор барлығын осылай турап аламыз. Картошкаларымызды кішкене ірілеу етіп тураймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Қалғанның барлығын өздеріңіздің қалауларыңызша турай берсеңіздер болады. Пиязды да турап аламыз. Пияздарыңызды молдау болса дәмдірек болады, сондықтан қоса беріңіздер. Ендеше біз қазанымызды отқа қойып, майымызды қыздырып, майымыз аз болып қалмауы қажет. Осылай қуырып аламыз ең алдымен етімізді. Ең алдымен пиязымызды салып, пиязбенен етті жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз кішкене қуырылған соң, сәбізімізді, помидорымызды саламыз. Оны да қосып жақсылап қуырып аламыз. Енді бізге керегі бұл жерде менде етім тұздалған, сондықтан тұзды кішкене қайнаған соң барып салатын боламын. Егер де сіздерде еттеріңіз тұздалмаған ет болса, осы жерде тұздарыңызды салып жерсеңіздер болады. Бір қасық, ас қасықпен томатымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз қызарғанша. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша приправаларыңыз салсаңыздар болады. Мен чеснок, укроп деген сияқты үйдегі бар приправаларды қоса беремін, дәмін әдемі болу үшін. Мінекей, енді бізде уже қуырылып болды. Үстінен суымызды құямыз. Суды өздеріңіз, мен қазір 2 кесе құйдым, себебі менде картошкам да мол, 2 леген табақ жасайтын болғаннан кейін суым молырақ құйдым. Бізде енді бұл баяу отта қайнап, етіміз пісіп шығуы қажет. Сондықтан бетін жауып, жарты сағаттай қайнататын боламыз. Енді бізге қамырымызды дайындауымыз қажет, яғни бір zuvala теста илейтін боламыз. Ұнымызға жұмыртқамызды және суымызға тұзымызды салып алып, қамыр илейміз. Тестаны енді өздеріңіз қалай, бір адамдар мысалға жұмсақ қамыр илеген жақсы көреді, но бірақ бізге қатылау қамыр қажет болады, себебі бізде езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан барынша жақсылап, қатты болғанынша илеңіздер. Және кәдімгі еттің қамырын дайындағандай етіп дайындайтын боламыз. Мінекей, менде бір zuvala тестымды иілеп қойдым. Кішкене июін қандыру үшін тағы да қойып қоямын. 15 минуттан кейін жая берсек болады. Мінекей, бізде уже етіміз пісіп, қазанымыз қайнап жатыр. Осы кезде картошканы салып жіберемін. Картошкамызды ары қарай тағы да піскенше тағы осы қазанымыздан алмай қайнатамыз. Картошкамыз жақсылап пісуі қажет, сондықтан араластырып, бетін қақпағын жауып, тағы да 20-25 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде бізде барлығы пісіп, әдемі бізде подливка дайын болады. Енді біз тестімізді жая бастаймыз. Еттің қамырын қалай жаясыздар? Дәл солай етіп жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюға болмайды. Өйткені бізде езіліп кетеді, сондықтан тура еттің қамырындай етіп жайып шығамыз. Мінекей, қамырымыз уже біздің дайын болды, жайып қойдық. Енді кесуге кірісеміз. Кесу үшін осылай орап аламыз оқтауымызға қамырымызды. Сонан соң үстінен кәдімгі етке кескендей етіп осылай кесіп, ортасынан тағы да бір кесеміз. Ұзын болып кетсе бізге ыңғайсыз болады. Сондықтан осылай бүктеп, дәл ортасынан ең астыңғы бөлігін алып, ортасына салып жібереміз. Өйткені тым қысқа, сондықтан бізге ыңғайсыздық тудырмас үшін осылай салып жібереміз.
Мінекей видеодағыдай дәл осылай ортасынан жауып енді кесетін боламыз. Кескен кезде мінекей қараңыздар, кеспедей етіп жұқа етпейміз, одан сәл қалыңдау етіп осылай кесіп шығамыз барлығын. Мінекей осындай, және біркелкі болу қажет, біреуі қалың, біреуі жұқа болып кесілмеуі қажет. Сондықтан барынша барлығын бірдей етуге тырысыңыздар. Мінекей мен барлығын кесіп болдым. Осылай енді кішкене сілкіп жібереміз бір-бірінен ажырау үшін. Енді осылай кішкене қойып бірден енді қазанымыз қайнаса салып қайнатып ала беретін боламыз. Мінекей қазанымызда суымыз қайнап дайын болып тұр. Енді қамырымызды саламыз. Осылай үстінен барлығын бірге салып жібереміз. Және де осы кезде сіздерде кішкене бір қайнаған кезде уже тұзы белгілі болады. Кем болса, егерде сіздер тұзын да салып жібересіздер. Мінекей қыздар, кішкене бетіне жауып қойдым қақпағын. Асты тез қайнап, қамырымыз бетіне шығу үшін. Содан соң барып уж тасытып алмай ашатын боламыз. Мінекей бізде уже көтерілді қамырымыз. Енді пісуге жақындаған кезде мінекей тұзын салып жатырмын. Осылай тұзын көріп алыңыздар. Бізде уже жақсы қайнап тұр бұл қазанымыз. Бетін ашып қойсаңыздар, асты көтерілмей қалуы мүмкін, бірақ тасытып алмаңыздар. Мінекей осы жерде бізде қазір толықтай қайнап жатыр, уже пісті біздің етіміз. Мына ақ көбіктің барлығы тарқайды. Тарқаған кезде уже бізде қамырымыз дайын деген сөз, пісті деген сөз. Содан кейін алып легенімізге салатын боламыз. Мінекей қараңыздар, ешқандай бір-біріне қамырымыз жабыспайды, біркелкі өз-өзімен әдемі болып пісіп жатыр, Осылай енді пісіп қойды. Біз нан шалғыменен суын сырғып, қамырларымызды алып, сілкіп аламыз. Солай легенімізге салатын боламыз. Мінекей, бұны енді біздің кез келген қазақтың кез келген келіншегі біледі деп ойлаймын, қамырды салып алуды. Сонда да барлығын толығымен сіздерге көрсетуге тырыстым. Мінекей, баршаңызға ас болсын. Жаңа подливкамызды қамырымыздың үстіне салып, осылай әдемелеп асымыз ішуге дайынбыз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осылай қамырдың бетіне легенімізге салып болған соң подливкалеріңіз әдемелеп құйып жасасаңыздар болады. Және өте тойымды ас болып есептеледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.